14-ші есеп. Банан мен алманың салмағының қосындысы 380 грамм. Алма мен апельсиннің 410 грамм. Ал банан мен апельсиннің 430 грамм. Апельсиннің салмағын табыңыз дейді. Бұлай жазайық. Банан қосылған алма тең 380 грамм. Ал алма қосылған апельсин ол тең 410 грамм. Және банан қосылған апельсин ол 430 грамм. Енді қарайық, бізде мұнда барлығы 2 реттен қайталанып тұр. Мысалы, мұнда бір банан, мұнда тағы бір банан. Мұнда алма, мұнда да алма. Міне апельсин барлығы 2 реттен қайталанып тұр. Демек, біз мұнау салмақтардың барлығын қоссақ, біз онда 2 есе көбейтілген алма қосылған банан қосылған апельсиннің салмағын табамыз. Және ол бізде 380 қосылған 410 қосылған 430 қанша болады? 840. 840-қа 380-ді қоссақ, ол 1220 болады. Енді бізге алма қосылған, банан қосылған апельсиннің салмағын білу үшін үшеуінікін 1220-ны 2-ге бөлсек жеткілікті, демек 610 грамм. Енді қарайық, бізге апельсиннің салмағы керек. Егер бізде мынау үшеуі 610 болса, ал банан мен алма 380 грамм болса, яғни банан мен алма міне мына екеуі 380 болса, онда біз апельсиннің салмағын табу үшін былай жасаймыз. Барлығынан, үшеуінің салмағынан банан мен алманың салмағын алып тастаймыз, 380. Ол 230-ға тең болады. Демек, апельсиннің салмағы 230 граммға тең. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.